Қайырлы күн баршаңызға. Осындай керемет, өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Осы корндоктарды балапандарыңызға жасап қуантыңыздар. Ол үшін ыдысымызға ең алдымен бір жұмыртқамызды жарып, үстінен сүтімізді құйып, тұзымызды салып, араластырып, жақсылап, үстінен ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай комок қалмайтындай біркелкі сұйық масса шығу керек. Массамыз комоксыз осындай біркелкі болғаннан кейін сосискаларымызды осындай шпажкаларға кіргізіп дайындаймыз. Барлығын өте мұқият түсіп қалмайтындай етіп, осылай қадап дайындап аламыз. Ыдысымызға майымызды құйып, қыздырып, осылай шпажкадағы сосискаларымызды сұйық қамырымызға матырамыз, жақсылап, барлық жері қапталатындай. Майымыз қызғаннан кейін корндоктарымызды қуырамыз. Достар, менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, көптеген қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін колокольчикті баса отырыңыздар. Видеода көрсетілгендей ары-бері қозғап отырып қуырамыз. Осындай сарғыш түске дейін қуырып, алдын ала салфетка төселген ыдысқа алып қоямыз, кішкене май сорғу үшін. Өте оңай әрі тез жасалатын тіске басар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің арнама міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видео рецепт керемет гүйру лағманның рецептісі болады. Кафедегіден еш айырмашылығы жоқ керемет гүйру лағман жасап үйренгіңіз келсе, менің арнамда болыңыз. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға көп рахмет.